Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте жұмсақ болып, ерекше болып пісетін синабонның рецебімен бөлісемін. Ол үшін менің каналыма жазылып алуды ұмытпаңыздар. Алдымен жылы үстімізге қантты дрожжымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Сүт міндетті түрде жылы болуы керек. Одан кейін осындай аштықымызды бетін салафанмен жауып 15-20 минутқа қалдырып қоятын боламыз. Аштықымыз дайын болғанша қант пен жұмыртқаны араластырып, осындай массаны дайындап қоямыз. Осы аралықта біздің аштығымыз дайын болды. Апарамыз өте әдемі болып көтерілді. Дәл осылай көтерілу керек. Бұлай көтерілмесе, біздің қамырымыз жақсы ашылмай қалуы мүмкін. Одан кейін осының бетіне дайындап қойған жұмыртқамыз бен қантымызды құямыз. Одан кейін ертілген сары майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін електен өткізіп, ұнымызды бірнеше бөлікке бөліп отырып, қасықтың көмегімен дәл осылай араластырып салып отырамыз. Бірінші қасықтың көмегімен, одан кейін қолымызбен елейтін боламыз. Осымен біздің қамырымыз дайын болды. Өте жұмсақ, қолға өте қатты жабыспақ болып шықты. Бірақ одан ешқандай алаңдамаңыздар. Қолымызды кішкене майлап алсаңыздар да болады. Одан кейін қамырымызды жылы жерде 1 сағатқа қалдырдым. Осылай біздің қамырымыз өте әдемі болып, жақсы болып көтерілді. Енді қамырымызды жайып аламыз. Одан кейін қамырымыздың бетіне ертілген сары майды жағып, корица мен қантты араластырып отырып, арасына себетін боламыз. Көп адамға корица ұнамай жатады, ол кезде макты сепсеңіздер де болады. Одан кейін орауды бастаймыз. Негізінде жіппен кессеңіздер өте әдемі болып кесіледі, бірақ менде дәл қазір жіп болмай тұр, сондықтан да мен пышақтың көмегімен кесіп алдым, олай да болады. Өздеріңізге ыңғайларыңызға қайсы келеді, сол бойынша жазсаңыздар болады. Осымен біз синабондарымызды кесіп аламыз. Одан кейін духовкада 180 градуста 25-20 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Синабонымыз дайын болғанша бетіне жағатын кремімізді дайындаймыз. Ол үшін алдымен үй температурасында тұрған сары майымызға қантымызды, творожный сырымызды салып, жақсылап араластырып крем дайындайтын боламыз. Крем өте жеңіл, өте оңай жасалынады. Осымен бізде крем дайын, синабонымыз да пісті. Ыстық күйінде осылай кремдеріміз жағып шығамыз, арасына өте жақсы болып сіңуі керек. Өте дәмді, ерекше болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналымды жоғалтып алмау үшін жазылып алуды ұмытпаңыздар.